Психологтардың айтуынша, адамның өзін-өзі бағалауы айтып атқан сөзінен байқауға болады екен. Өзін төмен бағалайтын адамдар өздері байқамайды, бірақ сөздерімен өздерін төмендетіп отырады. Ой, қойшы, менің қолымнан келмейді. Мен кіммін соншама? Мен жасай алмаймын бұны. Мен ондай ширақ емеспін деген секілді сөздерменен өздерін төмендетіп отырады. Бұл ештеңе емес, бірақ сіз оны күнмен күн қайталай берсеңіз, бұл сөздер миыңызға, түп санаңызға енеді да, және де сіз өз құндылығыңызды солай төмендете бересіз. Ал енді өзіне өзі сенімді адамдар ше. Оларда мінсіз емес, оларда қателік жібереді. Бірақ олар ешқашанда өздерін төмендетпейді. Олар айтады: қазір болмай жатыр, үйреніп жатырмын. Әлі уақыт керек. Үйренемін, болады дейді. Сенімділіктерін сөйтіп арттырып отырады. Сол себептен өз айтып атқан сөзіңізге өзіңіз назар аударыңыз. Өз-өзіңізді төмендетпеңіз, өз сеніміңізді арттырыңыз. Енді осы жайлы мықты сабақтар аламын десеңіздер, тегін сабақ деп комментарийға жазыңыздар.